Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өзіңізге сену туралы айтатын боламын. Ғажайып оған сенгендердің ғана уысына түседі. Өз күшіне сене алмайтын адамның жеңіске жетуі мүмкін емес. Дени Иронның сөзі: көп адамның өзі ғажайыпқа айналудың орнына сырттан келетін сиқырды күтіп жүретінін байқаймын. Бұл дұрыс емес. Жетімдер үйінен шығып бүкіл әлемге танылған, өзін дамыту бойынша әйгілі тренерлердің бірқатар бәстселлердің авторы Дайердің пікірі. Кеңестік қыспақ күндері есіне алған Мұхтар Мағауин де былай дейді: сол тар күндердің өзінде күш берген немене, сенім болса керек. Өзіңді өте жақсы көретін едің. Мен жазбасам қазақ әдебиеті туралап қалады, мен күреспесем ежелгі мұра бір жылы ұмытылады. Атаның әруағы арқаланып жүрген жалғыз өзім, алаштың мұратын келер ұрпаққа жеткізетін мен ғана. Мен болмасам ұлысымның ырысы ортаяды, ұрпағымның көкірегі ашылмайды. Мен деп ойладың. Аз ба көп пе бар жасаған еңбегің осы. Сенімнің көрінісі. Бұл Мұхтар Мағауиннің «Мен» автобиографиялық романынан үзінді. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап, дейді Абай. Мен ең күштімін, менен асқан ешкім жоқ. Бұл эго жалған, мақтан емес. Күн сайын мен өзіме қайталаймын: мен үздікпін, менен асқан ешкім жоқ. Осыны қағазға жазып айнаға іліп қойдым. Есіме түсіріп тұру үшін бүкіл әлемнің чемпионымын. Ресей, Қытай, Жапония, Америка, бүкіл әлемнің чемпионымын. Осылай қайталай бердім, шынымен чемпион болғанға дейін. Және жай ғана чемпион емеспін. Өзіме дейін болғандардың бәрінен артықпын. Мұхаммед Әли 71 жылы берген сұхбатында солай дейді. Ағылшындар айтады: fake it until make it. Алдымен жеңіске жеткенде кейіп тансасың, сосын оған жетесің. Мен біріншімін. Криштиану Роналду осылай дейді: жеңіске жете алатыныңа сену керек. Сонда ғана сен өзіңді жеңіске жетелейтін қадамдар жасайсың. Бақыт пен жеңіс заңдылық деп қабылдау керек. Қолымнан келеді десең де, қолымнан келмейді десең де, сенікі дұрыс. Конфуций. Егер сіз бірдеңе қаласаңыз, демек оның орындалуына керектің бәрі сіздің ішіңізде бар, дейді Трейси. Жолыңа бөгет болатын нәрсенің бәріне түкір. Наполеон Хилл айтады: адам шын қаласа мақсаттарға жеткізетін сиқырлы күшке ие болғандай сезінеді. Жоспарлар іске асқан сайын сенің өзіңе деген сенімің арта түседі. Бұл жаңа белестерге жетелейді. Құдайға сену керек. Достоевский. Бірде егер Құдай болмаса, оны ойлап табуға лайық еді деген. Расында Құдай бәрін жеңілдетеді. Күшті содан сұрайсың, тәуекелді соған тапсыра аласың. Ал дінсіз мүмкін шығар, бірақ қиын. Мықты мемлекеттер дінге құрылған мемлекеттер. Рим империясы, Осман империясы сияқты ұзақ өмір сүрген империялардың бәрі дінге құрылған. 12 жасымда намаз оқыдым. Бұл біздің отбасымыз үшін қиын кезеңдер еді. Сол кезде дін болмаса жағдайым қиын еді. Анам: балам, Құдай бізді сынап жатыр дейтін. Сол сынақтардан аман өттік. Алайда мұнда адамның жеке қабылдауының маңыздылығын жоққа шығара алмайсың. Жалаң діннің өзі бірдеңе шешсе, бүкіл мұсылмандар керемет болып кетер еді ғой. Ол адамның қолындағы құрал іспетті. Қалай сілтесең, солай әрекет етеді. Дін күш-қуаттың бұрынғы бұлағы ретінде жақсы. Қиналған кезде тіреу, рухани сүйеніш ретінде жақсы. Болашағың ғайып, жеңісің ғайып. Осы кезде Құдайға деген сенім болса жақсы, болмаса депрессияға шалдығасың. Өз басымнан өткендіктен айтамын, депрессиядағы адамды да Құдайға деген сенім ғана алып шығады. Қайырлысы деген сөз жақсы. Құдайдан сұрап Фатих Сұлтан Стамбулда алған. Құдайдан сұрап қаншама сәбисіз отбасылы балалы бол. Құдайға жалбарыну керек.